Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз қазақ тіл сабағының 39-шы сабақты өтетін боламыз. 9-шы жаттығу: жұмбақты оқып шешуін тап. Таңдайды тақ-тақ, талмайтын неткен жақ. Бір өзінде екі тіл сөйлемейді, бірақ бұл не жауабы? Сағат. Жұмбақтағы қарамен берілген сөздерге назар аудар. Бұл сөздер нені білдіреді? Жұмбақта таңдай, жақ, тіл деген сөздер берілген. Бұлар адамның ауыз қуысындағы мүшелерін білдіреді. Бірінші сұрақ: тіл сөзі қандай мағынада қолданылады? Тіл сөзі ауыз қуысындағы бұлшықетті мүше. Ол адамның тілі немесе жануарлардың тілі болып келеді. Ал екінші тіл дегеніміз бұл сағаттың тілшелері немесе уақыт көрсеткіштері. Сағат не үшін керек? Сағат уақытты білу үшін және күн тәртібін сақтау үшін қажет. Суреттегі сағаттарға қара. Суреттер бойынша сағаттың шығу тарихын болжап көр. Бұрын адамдар күннің қозғалысына қарап уақытты білген екен. Кейін құм сағат, күн сағаты пайда болады. Уақыт өте келе механикалық және электронды сағаттар шыға бастайды. Отбасы мүшелері қай сағат түрін пайдаланады? Сен өзің қай сағат түрін қолданасың? Әке қол сағат, ана телефондағы сағат, әже қабырғадағы сағат, ата үстел сағатын, бала телефондағы немесе электронды сағатты қолданады. Келесі 10-шы жаттығу: берілген сөздер тобын пайдаланып сөйлем құрап жаз. Алтын уақыт, алтын сағат. Әке маған туған күніме алтын сағат сыйлады. Оқу баланың алтын уақыты, оны тиімді пайдалану керек. Берілген сөздер тобында алтын сөзі қандай мағынада қолданылып тұр деп ойлайсың? Бұл жерде алтын сөзі бірінші алтын уақыт деген жерде ауыспалы мағынада қолданып тұр, ал алтын сағат деген кезде тура мағынада қолданылып тұр. Алтын уақыт деп неліктен айтады? Яғни алтын уақыт деп өте маңызды, бағалы сәтті айтады. Бұл тіркес бізге уақытты бос өткізбе, оны бағала деген ой салады. Өзің уақытыңды қалай пайдаланасың? Осы сұрақтың жауабын топқа талқылауға қатыс. Мен уақытымды тиімді пайдалануға тырысамын. Таңертең сабақ оқимын, түсте үй тапсырмасын орындаймын. Бос уақытымда кітап оқып, спортпен айналысамын. Уақытты дұрыс жоспарласам, бәріне үлгеремін. Тиісті тыныс белгісін қойып, өлеңді көшіріп жаз. Жаз көрпені кісі күт, қонақ келсе үйге құт. Жаз әріпті сандарды, жазу өнер сындарлы. Бұл балдырған журналынан алынған. Қарамен берілген сөздердің мағынасын түсіндір. Бұл жерде қарамен берілген сөздер жаз. Өлеңдегі жаз сөздері: бірінші жаз көрпені кісі күт, қонақ келсе үйге құт деген жолда жаз деген көрпені жай немесе төсе деген мағынаны білдіреді. Ал екінші жаз әріпті сандарды, жазу өнер сындарлы деген жерде бұл жаз, яғни қаламмен дәптерге әріптерді жаз деген мағынаны білдіреді. Бұл қимыл әрекетті білдіреді. Өзің үйге келген қонақты қалай қарсы аласың? Ойыңмен бөліс. Мен үйге келген қонақты жылы жүзбен қарсы аламын. Анам екеуміз дастархан жайып, шай береміз. Қонақпен әңгімелесіп, жылы сөз айтамыз. Қонақты күту қазақ халқының жақсы дәстүрі. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп, колокольчикті басып және лайк басып пікір жазып кетеміз.